Қайырлы күн, қадірлі көрермен. Алматы облыстық халық шығармашылығы орталығы бүкіл түркі дүниесінің ғұламасы атанған Әбу-Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдық мерейтойына орай бірқатар танымдылық бейнероликтерді назарларыңызға ұсынады. Әлем оны Әбу-Насыр әл-Фараби деп таниды. Шын мәнінде азан шақырып қойған аты Мұхаммед. Әкесінің де есімі Мұхаммед. Бұдан ғұлама әулетінің ислам дініне деген көзқарасын байқауға болар. Осы тұста кейбір ғалымдар ол Аристотельден кейінгі екінші ұстаз емес деген пайымды ойға қондырып ойландырады. Ертеде Түркістанды Тұранды ескен, Тұранда ер түрігім туып өскен, Тұранның тағдыры бар толқымалы, басынан көп тамаша күндер кешкен. Мағжан Жұмабаев мақтан үшін жазды дейсіз бе? Түркілердің дәурені жүрген дәуірдегі өркениетті білдірген өсиет емес пе? Әбу-Насыр Мұхаммед ибн Узлах ибн Тархан әл-Фараби ат-Түркі ұлы ғалым, энциклопедист. Аристотельден кейінгі екінші ұстаз атанған әл-Фарабидің толық аты жөні осылай болып келеді. Әл-Фараби 870 жылы Жібек жолының маңызды орталықтарының бірі болған Отырар қаласының маңында дүниеге келген. Ол бала кезінен сол дәуірдегі өркениет пен мәдениеттің ірі орталықтары саналған Бұхара, Самарқан, Бағдат, Харран, Рей, Кайр, Алеппо, Шам қалаларында болып, білімін үнемі жетілдіріп отырған. Әл-Фарабидің ғылыми қызметі орта ғасырлық араб-мұсылман мәдениетінің гүлдену дәуіріне, яғни біздің дәуіріміздегі 10 ғасырдағы мұсылман ренессансына сәйкес келеді. Қазіргі уақытта Әл-Фараби ойларының өзектілігі қайтадан арта түсуде. Оның көзқарасында саясат, дін және бақыттың өзара терең қатынасы көрсетілген. Бүгінде әлем ислам және батыс өркениетінің текетіресу қауіп алдында тұрғанда, ислам мәдениетімен астасатын экстремистік және лаңкестік көңіл-күй үдеп келе жатқан кезде, ұлы философтың мұрасы адамзаттың түрлі көзқарасын шешуге көмек бере алады. Бүгінгі күнге дейін оның логика, метафизика, этика, саяси және әлеуметтік философия, музыка мен медицинаға арналған 100-ден аса трактаттары сақталған. Ол ең алғаш болып музыканы математикалық негізде жүйелеп, оны ғылымның бір бағыты ретінде көрсеткен. Тарихи деректер бойынша Әбу-Насыр әл-Фараби 70-ге жуық тіл білген. Өкінішке орай, ұлы ғалымның ұшан теңіз еңбектерінен бүгінгі ұрпақтың қолына тигені 40-қа жуық ғылыми еңбектері. Барлық ғылымдар саласында әл-Фараби екінші ұстаз атанса, музыка саласында әл-Фарабиге үлгі боларлық бірінші ұстаз боларлық адам болмаған. Әл-Фараби білімсіз адамгершілік молаймайды, білімсіз адам өзгенің абзал қасиеттерін тани алмайды, жан дүниені тәрбиелемей үлкен жетістікке жету жоқ деген еді. Осы айтылған ойдың мән мағынасын түсінсек, ұлы ғұламаның бай мұрасындағы ғибратты сөздермен ұштасып жатқандай. Назарларыңызға рахмет. Еліміз аман болсын.